қарайықшы. Бүгін бізге көптеген қонақтар келіпті. Кәне, қонақтармен амандасып алайық. Саламатсыз ба? Жарайсыздар балалар. Балалар, есімізге түсірейікші. Қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілі. Көктемде ауа райы қандай болады? Айша, айта қойшы. Қар ериді, күн ауады. Батыр, айта қойшы. Жаңбыр жауады. Жаңбыр жауады екен. Даниял, ағаштар істейді? Бүршік жарады. Жапырақ шығарады екен. Ал, қайсар айта қой? Жан-жануарлар төлдейді екен. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Ал енді балалар, біз көктем айларын білеміз бе? Қане бірге айтайық. Наурыз, айлар екен. Жарайсыңдар балалар. Ал көктем туралы тақпақ білеміз бе? Ибрахим ортаға шығып тақпағыңды айтып бере ғой. Қарғайы дауда, күн жыл, алқай, күн жыл, менікі көтен келіп алқай. Жарайсың, Даниялдың тақпағын айтып берсін. Көктемде қыстар келіп жеткенде біз қуанып қалам, асаманға саламыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сендер көктемнің ерекшеліктерін де біледі екенсіңдер. Тақпақ та біледі екенсіңдер. Ал ертегілерді білеміз бе біздер балалар? Қандай ертегілерді білеміз? Кәне, Рафаэл айта ғой. Қандай ертегі білесің? Маша мен Аю. Рустам, қандай ертегі білесің? Айта ғой. Бауырсақ ертегісін біледі екенсің. Нұрым, қандай ертегі білесің? Айта. Сен де бауырсақ ертегісін білесің бе? Қайсар қандай ертегі білесің? Мақтағыз бен мысық. Даниял, сен қандай ертегі білесің? Қасқыр мен жетілақ. Қасқыр мен жетілақ. Жарайсыңдар балалар. Талшын, сен қандай ертегі білесің? Айта ғой. Қаттырақ айта қойшы. Шалқан ертегісін біледі екенсің. Жарайсыңдар балалар. Балалар, мен бүгін балабақшаға келе жатқанда бір ертегінің басты кейіпкерін көрдім. Кім екенін білесіңдер ме балалар? Ендеше мен сендерге жұмбақ жасырайын. Соның шешімін табасыңдар. Қаймаққа оны илеген, майға оны қуырған, терезе алдына қойған, домалай қаша жөнелген. Бауырсақ, дұрыс таптыңдар балалар. Қане бәріміз экранға қарайықшы. Нені көріп тұрмыз? Бауырсақ бізге қонаққа келіпті балалар. Несізде балалар? Мені таныдыңыздар ма? Мен сендерді көріп тұрмын. Мен дәмді бауырсақпын. Менімен бірге орманға саяхатқа шығасыңдар ма? Балалар, бауырсақпен бірге орманға саяхатқа шығамыз ба? Пойызға мінейік. Балалар, орман өте алыс. Сондықтан біз пойызға мінейік. Кәне, қатар-қатар тұрайық. Пойызды біз құрайық. Қайсар сақтады? Поезд зулап келе жатыр, шу. Рельс үстімен дөңгелексе, қу. Вагондар қолынан түн. Көк поездбен сапарға шығамыз. Поезд зулап келе жатыр, шу. Рельс үстімен дөңгелексе, қу. Вагондар қолдардан түн. Көк поездбен
Ал ағаштар қандай екен? Қандай екен ағаштар? Биік, биік, және аласа екен. Аласа ағаштар да бар екен. Балалар, орманда ағаштар өте көп екен. Онда биік және аласа ағаштар да бар екен. Егер орманда қатты жел соққанда, балалар, ағаштарда қандай өзгерістер пайда болады? Ағаштар не істейді қатты жел соққанда? Тербеледі ағаштар, осылай тербеледі қатты жел соққанда. Кәне бәріміз ағаш болып тербелейік. Сергіту жасап жіберейік, кәне. Тербеледі ағаштар, алдынан желдеседі, кіп-кішкентай ағаштар үлкен өседі. Жарайсыңдар балалар, кәне бұрыламыз, орманның табиғатын тамашалауды жалғастырамыз. Жүреміз кәне, жайлап жүреміз. Жүреміз. Отырдық та балалар. Балалар, орманда тек қана ағаштар ғана емес. Орманда құстар да тіршілік етеді екен балалар. Міне құстарды көрдіңдер ме? Құстардың дыбыстарын естідіңдер ме балалар? Құстар ән салып жатыр. Тағы да орманда құстар болады, тағы да жабайы жануарлар да болады балалар. Қандай жануар балалар? Аю да орманда тіршілік етеді екен. Қазір да орманда тіршілік екен. Қасқыр да орманда болады екен. Түлкі де орманда болады екен балалар. Балалар, бұл біздің бауырсағымызға кездескен жануарлар емес пе? Ал ендеше кім айтады маған? Бауырсаққа ең бірінші қандай жануар кездеседі? Қоян кездеседі екен. Ендеше бәріміз экранға қарайық. Бауырсақ қандай жануармен кездесті? Қоянмен кездесті. Қоян бауырсақтан көмек сұрап жатыр. Қоян көп сәбіздер жинапты достарына, бірақ санап білмейді екен. Ал біз қоянға көмектесеміз бе балалар? Біз санап білеміз бе? Жарайды. Ендеше қоян өзіне неше сәбіз сыйлапты өзіне? Біреу, бір қайда, бір санын ала ғой. Бірді ала ғой. Ол бір емес қой. Неше, қарашы, кәне, бір қайда. Қара. Бір сәбіз. Айсұлымда кел. Қоян өзіне бір сәбіз, және оған біз қандай санды қойдық? Бір санды қойдық, жарайсың. Айша келе ғой. Айша, қарашы. Қоян өзінің кірпі досына неше сәбіз сыйлапты? 2. Санаймыз. 1, 2. 2 қайда екен? Ала ғой 2-ні. Қоямыз 2-ні. Ибрахим келе ғой. Ибрахим. Қоян өзінің тиын досына неше сәбіз сыйлапты? 1, 2, 3. Неше екен? 3 қайда екен? 3 саны. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, біз қоянға санауды үйретеміз. Бәріміз орнымызға барып, сәбіздерімізді санап, тиісті сандарын қоямыз. Жүріп тұрамыз, орындарымызға барамыз.
біз? Санайық. 1, 2, 3. Қандай санды қоямыз? 3-ті қоямыз. Жарайсың. Леплеу қойдым. Балың сенде неше сәбіз? Бір. 1 сәбіз. Қандай санды қойдың? Бір. 1. Нұрым, сенде неше сәбіз? 1, 2, 3. Жоқ, 3 емес қой, қане. 1, неше? 2. Қандай санды қоямыз? 2-ні қоямыз, қане. 2-ні тап. 2 қайда? Рустам, сенде неше сәбіз бар? Санай. 1, 2, 3. Қандай санды қоямыз? 3-ті қоямыз. Жарайсың. Қане, Батыр, сенде неше сәбіз? 1, 2, 3. Қандай санды қоямыз? Жарайсың. Қойып болдық па, балалар? Жарайсыңдар. Қоян сендерге рахмет айтып жатыр. Сендердің арқаңызда қоян санауды үйреті. Енді ол ормандағы достарына да үйретеді. Қане бәріміз орнымызға отырайық. Нұрымды тұрмайсың. Ана отыр. Нұрым, сен ана қалшын. Ал балалар, қоян сендерге риза болды. Рахмет айтып жатыр. Ал енді бауырсағымыз қандай жануармен кездесті? Тыныш қасқырмен кездесті. Қасқыр бауырсаққа не айтып жатыр екен? Қане тыңдайықшы. Маған көмектесші. Мен достарыммен ұрысып қалдым. Түнде балабақшаға келеміз. Күндіз үйде ұйықтаймыз. Кеште балабақшада ойнаймыз. Ал таңертең балабақшадан үйге қайтамыз. Балалар, қасқыр дұрыс айтты ма? Біз түнде балабақшаға келеміз бе? Күндіз үйде ұйықтаймыз ба не? Жоқ, қасқыр тәулік бөліктерін білмейді екен. Ал біз тәулік бөліктерін білеміз бе, балалар? Ендеше біз қасқырға тәулік бөліктерін үйретейік. Біз балабақшаға қай уақытта келеміз? Қане айтамыз? Кешке. Таңертең келеміз, дұрыс, таңертең келеміз. Ал біз қай уақытта ойнаймыз? Қай уақытта түскі асты ішеміз? Түскі ұйқыға жатамыз. Қай уақытта? Біз қай уақытта ойнаймыз? Қай уақытта түскі асты ішеміз? Қай уақытта түскі ұйқыға ұйықтаймыз? Қане, кім айтады? Күндіз, балалар, күндіз. Дұрыс айттыңдар. Күндіз. Ал бізді ата-анамыз қай уақытта балабақшадан үйге алып кетеді? Кешке. Дұрыс айтасыңдар. Ал біз қай уақытта үйде ұйықтаймыз? Қай уақытта үйде ұйықтаймыз? Қай уақытта ұйықтаймыз? Емес. Түнде, дұрыс айтты Рустам, түнде ұйықтаймыз. Міне балалар, тәулік бөліктері осылай болады екен. Ал қасқыр сендерге рахмет айтып жатыр. Сендердің арқаңызда тәулік бөліктерін үйреніп алдым. Енді ормандағы достарыммен достасамын деп сендерге рахмет айтып жатыр. Ал балалар, тағы да экранға қарай. Бауырсақ қандай жануармен кездесті? Аюмен кездесті. Қараңдаршы, аюдың көңіл күйі жоқ сияқты. Не болды екен аюға? Аюдың көңіл күйін көтереміз бе, балалар? Ал аюдың ең сүйікті жидегі қандай? Құлпынай, дұрыс айтасың, құлпынай. Құлпынайды аюға береміз бе? Ендеше бәріміз бері қараймыз, қазір мен сендерге көрсетемін. Міне балалар, мұнда құлпынайдың суреті бар. Көрдіңдер ме? Мынау құлпынай. Құлпынайдың ортасында дөңгелек пішіндер бар. Ол құлпынайдың жетіспей қалған, боялмай қалған бөліктерін біз ермек саз арқылы толықтырамыз, балалар. Ол үшін ермек саздың бір бөлігін үзіп алып, алақанымыздың арасына салып, есеміз.
пішінге келтіреміз. Міне. Қандай пішін болды? Домалақ болды ма? Енді оны құлпынайдың боялмай қалған бөліктеріне осылай жапсырамыз, міне балалар. Осылай жапсырамыз, жеткіземіз осылай бөліктеріне. Осылай басып жеткіземіз, міне. Осылай толықтырып, бәрін толықтырып, ермек сазбенен толықтырамыз балалар. Енді келесі екінші столдың балалары жасайды. 3 бөліктен тұратын құлпынайды біз құрастырамыз. Мынау құлпынайдың бірінші бөлігі. Мынау құлпынайдың екінші бөлігі, міне. Мынау құлпынайдың үшінші бөлігі, міне. Не пайда болды? Құлпынай пайда болды. Ал біз осыны орнымыздан тұрып, орындарымызға барып, құлпынайды аюға сыйлаймыз. Орындарымызға барайық. Сен орның қайда ма? Орындарымызға барайық. Үзіп аламыз. Бұлай үзіп аламыз. Бір бөлігін. Енді алақанымыз арасына салып, есеміз. Осылай үзіп аламыз. Сен қысайын. Үзбек сасын. Рафаэльдан алып. Үзіп аламыз, алақанның арасына салып, есеміз. Үстіне басамыз. Жасап болыңдар ма? Өте керемет. Тұрамыз енді. Жасап болдықса балалар? Жасап атсыңдар ма? Қане қайсар сенікі? Толықтырамыз. Кім істеп болды? Жарайсың. Жарайсыңдар керемет. Сендерге аю рахмет айтады. Балым қоя ғой. Айсу керемет. Ал жасағандарыңды мамаларыңызға көрсетейін. Көрсете ғой мамаға. Қалай жасағандарыңды көрсетіңдер мамаларымызға. Көрсетеміз мамаларымызға қалай жасағандарымызды, кәне? Жарайсың. Балым, сен де көрсете ғой мамаға. Жасағаныңды көрсете ғой. Саян, сен де көрсет. Сен тұра берсін, осы түсіп қалады осылай. Мамам көрсетеміз. Көрсеттім. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сендер аюға өте дәмді құлпынайды сыйладыңдар. Қараңдаршы, аю өте қуанышты. Сендердің берген құлпынайларыңды себетіне салып алыпты. Өзінде ормандағы достарына апаруға бара жатыр. Сендерге аю риза бол, рахмет айтып жатыр балалар. Жарайсыңдар.
экранға қарайықшы. Бауырсақ қандай жануармен кездесті? Түлкімен кездесті. Түлкі не айтып жатыр екен, тыңдайықшы. Даусың қандай керемет. Әніңді тұтсуының үстіне шығып айтып берші. Балалар, ертегімізде қандай жануар бауырсақты жеп қояды? Түлкі жеп қояды. Ендеше біз бауырсақты құтқарып қалуымыз керек түлкіден. Бауырсақ емес, біз айтып берейік әнді. Жарай ма балалар? Орнымыздан тұрамыз. Қане? Бұрыламыз артқа қарай. Жүреміз. Әнімізді айтып береміз. Қойрап тұр кішкене. Қане? Бауырсаққа біз түлкіге әнімізді айтып берейік. Қане? Қолымызбен жасаймыз дәмді тәтті бауырсақ. Қолымызды илейміз, бауырсақты сағынсақ. Үндерін шашпаймыз, аяқпенен баспаймыз. Адамның Ас адамның арқауы есімізде сақтаса. Жарайсыздар балалар. Экранға қарай. Балалар, әндерің қандай керемет. Маған өте ұнады. Сау болыңдар. Балалар, біз міне бауырсақты түлкіден құтқарып қалдық. Өте жақсы болды. Енді бауырсағымыз атасы мен әжесіне баратын болды. Ал балалар, бүгінгі сендермен бауырсақпен болған саяхатымыз ұнады ма балалар сендерге? Ал біз орманда жануарларға қалай көмектестік? Біз қоянға не үйреттік? Сәбіздерді санауды үйреттік пе? Санауды үйреттік. Ал қасқырға не үйреттік? Қасқырға тәулік бөліктерін үйреттік. Айылға не бердік? Толқын ай бердік. Ал түлкіге қалай көмектестік біз? Ән шырқап бердік. Жарайсыңдар балалар. Балалар, ендеше біз бала бақшамызға қайтатын уақыт болды. Қонақтармен қоштасайық.